менде мынадай сұрақ. Кеше Жұманғариға қойып, бүгін сізге де қояйыншы соны. Бірақ мен вице-премьер емес. Жоқ. Сіз де сол категориядасыз ғой. Өйткені мен айттым, мында депутаттар да солай деді. Кеше сұрақ былай тұр. Сіздер жаңа халықты қолдап жатқан боласыз. Мысалы, мына кісілер, әріптестерім, біз бәрімізге, мен жаңа мәмс бойынша айтайын деп жатқанда, біздің төлеміміз кем дегенде 5%. Неге сіздер 1% төлейсіздер өздеріңіз? Мен о жағын білмеймін, барлық заң бәріне бірдей ғой. Бірдей болса неге сіздер де 5% төлемейсіздер? Өздеріңізге байлар жақсы жағдай істеп алғансыздар, бізде қарапайым итере. Жоқ, енді заң бізге қалай жазылды, сондай біз төлейміз ол жерде. Заң қабылдап жатқан сіз емес пе? Қарап тұрып айтпайсыз ба? Ұят мына мен қара халқым 5% төлейді, мен болсам 1% төлеймін сонда деп. Жоқ, егер де жалақыдан алынатын ол әртүрлі емес. Жалақыңыз қанша мысалы? Жалақы өкіметтің берген окладына алып отырмыз. Бұл компенсияның әңгіме. Дұрыс қой, енді сіздің жалақыңызға сол 1% есептеліп тұр да. Сіздің жалақыңызға 1% есептелмей ме? Жоқ, маған 5 болып тұр. Неге? Сол өйткені ең төменгі айлық алатындарға 5% ұрып қойған. Негізі 2% орташа дегенде, бірақ өскен кезде дифференциация жасап қойған. Дифференция жасап қойған. Неғұрлым бай болсам, соғұрлым асыл. Ең үлкен айлық алатындар Қазақстанда білесіз бе қанша төлейді? 0,01% төлейді. Енді ол жерде жаңағы айлығының көлемі үлкен болғанмен процент төмен болса да одан түсетін несі көп болады шығар. Жоқ, мәселе одан емес қой. Мысалы айтайық, біреу 1 миллион алады дейік. Одан 1% қанша? Иә, қанша болады? 10% 100 мың да? 10 мың төлейді. Сіз мысалы 100 мың аласыз. Мәселе бүйтіп есептеп болмайды ғой. Жоқ, енді сонымен қараған уақытта ол көп. Ондай болса дұрыс шығар. Ондай болса абсолютті жағынан да, абсолютті жағынан. Жаңылыш, ондай болса былай деп болады ғой. Ондай болса штрафты неге бәріміз бірдей төлейміз? Онда анау айлығы көптерді төлесін, штрафты ойбайлар. Штрафты бәрі. Мен мысалы Қызылға өтем, мен 10 мың төлеймін, а ол миллион төлесін. Өйткені 10 миллион ақшасы бар ғой. Ол жерде мына штраф төлеген кезде ол жаңа жазаға байланысты. Сондықтан сіз нені заңды бұзбаңыз. Мен заң бұзып жатқан жоқпын. Соны штраф төлейміз. Дұрыс қой? Жоқ, ол неге онда өзіне игемшілік алған байлар өзіне сондай қызмет жасатып алған, сол олар 0,1, 0,2, 1% төлейді. Ал қарапайым халық 5% мойны. Енді ауыр емес па? Абсолютті жағынан алған уақытта жаңа ақшаны көп алып отырғандар көп төлейді. Мысалы қараңыз, мен сізге айтайыншы, Финляндия деген мемлекет бар емес пе Еуропада? Ол жерде мысалы ережені бұзсаң штрафты. Сен қаншалықты байлығың болса, содан процент төлейсің. Кедей де сондай төлейді. Мысалы айталық, кедей адамға 10 мың адам заң бұзба деп айта салып отырған ғой, 10 мың теңге штраф өте ауыр. Ал байға түкіргені бар 10 мыңға, өте кете береді. Сіздерге айтып отырмын ғой, штраф ол деген жаңағы адамның өзінің мәдениетіне байланысты. Егер де сіз заңды бұзбасаңыз, штраф төлемейсіз. Заңды бұзбаңыз да. Мәмске келгенде уже мәдениет жұмыс істемей ме сонда? Жоқ, мәдениет болғанда ол жерде алып жатқан абсолюттік неге цифрға байланысты ғой. Көп алдың ба, все равно сен төлейтін көп та.